Сауат ашу пәні 1-ші сынып. И дыбысы мен әріпі. Балалар, біз жаздық ауылым қонған текшесіне, етіктің жез қақтырдым өкшесіне. Айуанда 4 аяқты бір нәрсе бар, бөренесін байлаған бөксесіне. Ол не, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ол бізде инелік екен, я? Балалар, айтыңдаршы, инелік деген қай әріптен басталып тұр? Өте дұрыс айтасыңдар. Инелік деген И әріпінен басталып тұр. И әріпі бізде өте созылып айтылады, әрі жіңішке айтылады. Сондықтан ол бізде дауысты дыбыс болып саналады. Балалар, инелік бізде саяхатқа шығыпты. Саяхатта табиғат аясында қыдырып жүріп бірнеше гүлдерді көрген екен. Ол гүлдерде мына сөздер жазылып тұр екен. Қане, бірге оқиықшы. Ши, тиек, сирек, қиық, киім, ти. Жарайсыңдар, балалар. Менімен бірге дұрыс оқытыңдар. Сендер өте ақылды екенсіңдер. Тағы да қандай сөздерді білесіңдер И әріпінен басталатын? Ендеше келесі видеоға назар аударыңдар. Қараңыздар. И әрпі. И әрпі. Ине. Ине. Инелік. Инелік. Ителгі. Ителгі. Ит. Ит. Иіс. Иіс. Итмұрын. Итмұрын. Итбалық. Итбалық. Балалар, келесі тапсырма бізде оқу. Кәне барлығымыз бірге оқиықшы. Ши, ти, иек, тиек, ирек, сирек, иық, қиық, тиін, тиын, ие, шие. Өте жақсы, балалар. Менімен бірге оққандарың үшін жарайсыңдар. Сендер өте ақылды екенсіңдер. Ендеше, балалар, келесі тапсырмаға назар аударайықшы. Керек. Е керек итке. Ине керек жіпке. Икем керек іске. Иық керек жүкке. Балалар, сендер өте ақылдысыңдар. Сондықтан да мына өлеңді жаттап алыңдар. И әрпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасай отырып, тік төмен көлбеу сызық жүргіземіз де, жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасай отырып, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бастапқы ілгектен оңға жылжып, қаламыңды қой да, тік төмен көлбеу сызық түсіреміз. Жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Сызықты жалғастырып, көлбей оңға көтеріп, үстіңгі сызыққа тигізген соң, тағы да ілгек жүргіземіз. Балалар, сауат ашу дәптерімізді ашайық. И әріпін
әдемі көлбеу жазып үйренейік. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгін біз и дыбысымен әріпімен таныстық. Өте жақсы, балалар. Сабаққа белсенді қатысқандарың үшін жарайсыңдар. Балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.